Баршаңызға сәтті күн болсын, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай керемет, өте оңай әрі дәмді болып жасалатын пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Осы пирогты жасау кезінде ең алдымен жаңғақтарымызды, мейіздерімізді жақсылап жуып алуымыз қажет. Мен мынаны дүкеннен алған күннің өзінде де осыншалықты кір шығып жатыр. Ал егер базардан алған болсаңыз, онда ойлана беріңіз. Енді бұны пайдаланбас бұрын ең алдымен жақсылап кептіріп аламыз. 50 градус пештің қызуына қойып, кішкене бір 5 минут тұрса жеткілікті болады. Қаласаңыздар кешу, сарыөрік қолдансаңыздар да болады, бірақ міндетті түрде барлығын жуып пайдаланыңыздар. Ал енді қамыр жасау үшін еленген ұнның үстіне разрыхлитель салып және қантымызбен бөлме температурасындағы майды салып, міндетті түрде қолымызға қолғап киіп араластырамыз. Себебі песочный тесто дейміз, яғни осындай үгітілмелі қамырдың барлығы негізінде жылулықты емес, керісінше салқындықты жақсы көреді. Сондықтан да міндетті түрде осылай қолымызға қолғап киіп араластырғанымыз дұрыс. Және бірінші араластырып болғаннан кейін соңында жұмыртқаны салып, қамырды біріктіріп, сосын міндетті түрде қамырды 1-2 сағатқа, кем дегенде жарты сағат немесе 45 минутқа қойсақ, қамырымызбен жұмыс жасау оңай болады. Қамыр кеуіп кетпес үшін міндетті түрде пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал мына қараңыздар, менде осындай форма бар. Мен астыңғы бөлігін алып тастадым. Себебі кейбір жағдайларда осы астыңғы бөлігінде өзінің темірі духовкамыздың темірмен қабатталған кезде пирогтарымыздың асты жөнді піспей қалып жатады. Яғни ортасы кейбір пирогтар шикі болып қалады. Сондықтан да сіздерге лайфхак, осындай песочный пирог пісірген жағдайда міндетті түрде форманың домалақ корпусын ғана қолдансаңыздар жеткілікті болады. Сонда пирогтарыңыздың асты да, ортасы да бір қалыпты әдемі пісіп шығады. Пирогтың ішіне салмасын бұдан да көбірек саламын десеңіздер де өз еріктеріңіз. Рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын. Пирог піскен соң осылай бетін кішкене қант ұнтағымен сәндеп қойсаңыздар болады. Егер видео ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер, және де келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.